Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылмандар, құрметті қазақ елі. Маңғыстау облысы Батыр ауылында мешіт құрылысы жалғасуда. Қазіргі таңда ішкі жөндеу жұмыстары басталды. Сіздерді тағда сауапты істе жарысуға шақырамын. Осы мешітте оқылатын әр намаз, әр Құранның сауабынан құр қалмаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мүбәрәк хадисінде адам өмірден өткеннен кейін амал сауабы тоқтайды, тек қана мына үш нәрседен басқа. Ол садақа жария, сен үшін дұға ететін ұрпақ және де пайдалы болатын ілім. Ендеше үздіксіз сауап артып тұратын амалдан өзіңіздің үлесіңізді алып қалыңыздар. Толықтай ішкі жұмыстарын аяқтау үшін 35 миллион теңге қажет. Құрметті достар, ендеше кімде қандай мүмкіндік болса көмекке мұқтажбыз. Ең болмағанда осы видеоның таралуына себепші болыңыздар. Алла тағала берген садақаларыңызды қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.